достарыңызбен өзге дыбыста хабарласуды көрсетеді. Яғни достарыңызға хабарласқанда өзге дыбыста хабарласасыздар, яғни өзге дыбыста сөйлесесіздер. Қояндың, иттің, роботтың, ол үшін сіздерге бірінші программа керек. Call.me деп аталады. Play Market-та бар, аты тұр, және каналға жазыламыз, лайк басамыз. Міндетті түрде жазыламыз. Ұнамаса дизлайк басамыз. Так, программаға кіргенде мынандай дыбыста, мынандай бірінші мынандай болып тұрасыздар. Бұған сөйлесеңіздер басқаша дыбыста сөйлейді. Мысалы, қазір мен сөйлеп жатырмын, мінекей. Міне осындай дыбыста сөйлейтін болады. Call off дегенді бассаңыз, жерге 1 2 3 4 деген тұр, соны басамыз. Жерге нөмірді жазамыз. Міндетті түрде код странамен жазамыз, яғни біздің Қазақстанның коды Россиянікімен бірдей, яғни +7 дейді. +7 міне болды. Енді арғай сан жазамыз, яғни +7-дің орнына 8-ді жазбай жазамыз, яғни 8747 болса 8747 болды. Мұны жазып болдым. Енді окейді басамыз. Неді call move дегенді басамыз. Болды. Яғни мен қазір осы адамның дыбысында сөйлесем, бірақ мен өзіме звондадым. Сондықтан мен сөйлесе алмаймын. Яғни мұнда көптеген дыбыстар бар, көптеген дыбыстарды сөйлесе аласыздар. Яғни тура осы дыбыста сөйлесетін боласыздар. Record деген бұл видео түсіресіздер. Call volik деген бұл былай таңдай аласыздар. Яғни сіздерге ұнайды және каналға жазылып кетеміз, лайк басамыз. Каналда ең керемет видеолар бар, яғни сіздерге қажет Кока-Кола. Сонымен лайк басыңыздар, сонымен сау болыңыздар.